Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен манная каша дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға суымызды құямыз. Кішкене май салып және қалауыңызды зекер салып ерігенше араластырамыз. Тәтті болғанын қаласаңыз көбірек салуға болады. Манная кашаны бірден төгіп салмаймыз. Осылай аз-аздан бір қасықтан сала отырып, тез-тез араластырып отырамыз. Сол кезде манная кашамызда комочкалар қалмайды. Осылайша мұқият араластырып отырамыз. Және үлкен қасықпен 3 немесе 4 қасық салып араластырамыз. Үздіксіз араластырып отырамыз. Араластырған уақытта манная кашамыз қоюлана бастайды. Егер нағыз сұйық болып жатса, тағы да 1-2 қасық салып араластырамыз. Барлығын араластырамыз, әбден біркелкі болғанша. Содан соң осылайша біздің манная кашамыз қоюлана бастайды. Сол кезде сүтімізді қосамыз. Сүтімізді қосып, тағы да мұқият араластырамыз. Осылайша бізде ешқандай түйірсіз манная кашамыз дайын болып шығады. Осылайша дайын манная кашамызды ыдысымызға салып, үстіне сары май немесе қаймақпен жеуге болады. Ас болсын. Менің видеомды бағалап кетуді ұмытпаңыз. Рахмет.